Армысыздар, қадірлі көрермендер. Бүгін біз 26 тамыз күнгі жұлдыз жорамалға тереңірек тоқталамыз. Бұл күн ерекше бір қуатқа толы, себебі аспандағы жұлдыздар мен ғаламшарлардың орналасуы әр адамның өміріне өзіндік әсерін тигізеді. Бүгінгі күн тек қана қарапайым күн емес, жаңа мүмкіндіктердің есігін айқара ашатын, жүректегі армандарға қадам басуға қолайлы сәт. Әрбір белгіге ғаламның беретін хабарламасы бар. Кейбіреулер үшін бұл күн табыстың бастауы болса, кейбіреулер үшін қарым-қатынас пен жүрек жылуына толы сәттер күтіп тұр. Жұлдыздар бізге тек болашақ туралы ақпарат беріп қана қоймайды, сонымен қатар қай бағытқа назар аудару керек екенін, қандай қадамдар жасау маңызды екенін де көрсетеді. Бүгінгі болжамды тыңдай отырып, өзіңіздің өміріңізге сәйкес келетін тұстарын байқайсыз, мүмкін дәл қазір сіз іздеген жауабыңыз да осы жерде болар. Сондықтан арқаңызды кеңге салып ыңғайланып отырыңыз. Әр жұлдыз белгісіне жеке-жеке тоқталамыз, сізді не күтіп тұрғанын асықпай түсіндіремін. Бұл тек болжам емес, бұл сіздің өміріңізге бағыт беретін құнды кеңестер. Тоқта! Бүгінгі күн сіз үшін өте қарқынды басталмақ. Ішкі энергияңыз артып, ойыңызда жаңа идеялар мен алға жылжуға деген күш пайда болады. Дегенмен асығыстық танытпағаныңыз жөн, себебі кез келген шешімге салмақпен қарау сізді қателіктен сақтайды. Жұмыс пен табыс. Бұл аптада жұмыс орныңызда жаңа жобаларға араласу мүмкіндігі туады. Әсіресе 26-28 тамыз аралығы сіздің табысыңызды арттыруға ықпал етеді. Басшылық сіздің еңбегіңізді байқап, қосымша мүмкіндік беруі мүмкін. Қаржылық табыс күтілуде, бірақ оны артық шашпауға тырысыңыз. 30 тамыздан бастап ақшаңызды инвестицияға немесе пайдалы іс-шараларға жұмсаған дұрыс болады. Денсаулық. Көңіл күйіңіз жақсы болғанымен тамақтану режиміңізді қадағалаңыз. Әсіресе кешкі уақыттарда ауыр тағамнан бас тартқан абзал. Бел, омыртқа, буын аймағына артық салмақ түсірмеңіз. Жеңіл жаттығулар мен таза ауада серуен сізге пайда келеді. Махаббат. Жүрегіңізде жалын тұтанатын кез жақын. Жұпта жүргендер арасында 27-29 тамыз аралығында кішкене түсінбеушіліктер туындауы мүмкін. Қылып өшесіз. Ал жалғызбасты тоқтылар үшін 30 тамызға қарай жаңа таныстық орнауы ықтимал. Бұл қарым-қатынастың болашағы ұзақ болуы мүмкін. Үйленуге қолайлы тиімді күндер. 26-27 тамыз үйлену үшін аса қолайлы емес, ұсақ кикілжіңдер туындауы мүмкін. 28-30 тамыз некеге тұруға, қарым-қатынасты нығайтуға өте жақсы күндер. 31 тамыз бейтарап күн, бірақ той жасаудан гөрі болашақты жоспарлауға қолайлы. Қиыншылықтар. Кей сәттерде айналаңыздағы адамдар сізді түсінбей қалуы мүмкін. Бұл әсіресе 27 тамызда байқалады. Ашуланбай, сабырлы болғаныңыз жөн. Мүмкіндіктер. 29-30 тамызда сізге жаңа ұсыныстар немесе қаржылық табыс әкелетін жаңалықтар келеді. Бұған дейін армандап жүрген жоспарыңызға қадам жасай аласыз. Торпақ. Торпақтар үшін бүгінгі күн сабыр мен ойлануды талап етеді. Сізге өмірдің әр сәтіне мұқият қарау қажет, себебі қабылдаған шешімдеріңіздің ұзақ мерзімді нәтижесі болады. Энергияңыз бір қалыпты болғанымен көңіл күйіңізде аздап құбылыс сезілуі мүмкін. Жұмыс пен табыс. 26-28 тамыз аралығында жұмыста қосымша тапсырмалар берілуі ықтимал. Бұл бастапқыда қиын көрінгенімен кейін үлкен табыс әкелетін жолға айналады. Әсіресе 29-30 тамыз күндері жаңа қаржылық табыс немесе жалақыңызға қатысты жағымды жаңалық естуіңіз мүмкін. Достарыңыздың немесе әріптестеріңіздің ұсыныстарын елемей қалмаңыз, оның ішінде табысты серіктестік жасай аласыз. Денсаулық. Денеңізді артық жүктемеуден сақтаныңыз. Ас қорыту жүйесі мен қан қысымына мән беріңіз. 27 тамыз күні ұйқы режимін бұзбағаныңыз жөн. 29-31 тамызда жеңіл спорт пен табиғат аясындағы серуен сізді сергітеді. Махаббат. Қарым-қатынаста жүрген торпақтар үшін 28 тамыз жүректегі сырды айтуға қолайлы күн.
Сүйгеніңізбен арадағы байланыс тереңдей түседі. Ал жалғыз бастыларға 30 тамыздан бастап таныстыққа ашық болу ұсынылады. Күтпеген жерден танысқан адам тағдырыңызға әсер етуі мүмкін. Үйленуге қолайлы тиімді күндер. 26 тамыз үйленуге қолайлы емес, ұсақ келіспеушіліктер болуы мүмкін. 28-30 тамыз некеге тұруға өте жақсы күндер, тұрақты қарым-қатынас құрылады. 29 тамыз бейтарап күн, асығыс шешім қабылдамаған дұрыс. 31 тамыз екеуара келісіммен бір-бірін түсінуге қолайлы. Қиыншылықтар. 27 тамызда жұмыста да, махаббатта да түсінбеушіліктер тууы мүмкін. Сізді сынайтын адамдар кездеседі, бірақ сабырлық сізді жеңімпаз етеді. Мүмкіндіктер. 29-30 тамызда ойламаған жерден табыс немесе сыйақы алуыңыз ықтимал. Бұл күндері жеке бизнеске бастама жасауға да қолайлы. Егіздер. Егіздер үшін бұл күн ерекше белсенділікпен күтпеген өзгерістерге толы болмақ. Ойыңыз бен жоспарыңыз көп болғандықтан қайсысына бірінші кірісуді білмей біраз абдырап қалуыңыз мүмкін. Бірақ дәл бүгін дұрыс бағыт таңдасаңыз, аптаңыз сәтті басталады. Жұмыс пен табыс. 26-27 тамыз күндері жаңа идеялар мен жобаларға ұсыныс түсуі мүмкін. Әріптестермен пікір алмасуда батыл болыңыз. 28 тамызда күтпеген жерден қосымша табыс көзі ашылады, біреу қарызын қайтарады немесе кіші. 30-31 тамызда басталған істеріңіз алдағы қыркүйекте үлкен табысқа айналады. Денсаулық. Жүйке жүйесін қорғау маңызды. 26-27 тамызда көп уайымдаудан бас тартыңыз, себебі бас ауруы мен ұйқысыздыққа әкелуі мүмкін. 29-30 тамыз аралығында спортпен немесе йогамен айналыссаңыз, денеңіз бен жаныңыз жеңілдеп қалады. Махаббат. Қарым-қатынаста жүрген егіздер үшін 27 тамыз сүйгеніңізге ашылып, маңызды мәселені талқылауға ыңғайлы. Ал 29 тамызда кішкентай реніштер болуы ықтимал, бірақ ол тез шешіледі. Жалғыз жүрген егіздер үшін 30 тамыз жаңа таныстыққа ашылатын, жүрек дүрсілін сезінетін күн. Үйленуге қолайлы тиімді күндер. 26 тамыз бейтарап, екеуара ұсақ реніш туындауы мүмкін. 27 тамыз үйленуге қолайсыз, асығыс шешім берекесіздік әкеледі. 28 тамыз өте сәтті күн, махаббат пен сенім нығаяды. 30 тамыз махаббат қуанышын, неке шаттығын арттыратын ерекше күн. 31 тамыз некеге тұруға қолайлы, жанұялық жылулық молаяды. Қиыншылықтар. 29 тамыз күні айналаңыздағы адамдардың қызғанышы немесе түсінбеушілігі туындауы мүмкін. Бұл күні үлкен шешім қабылдамаңыз. Мүмкіндіктер. 28 және 30 тамызда шығармашылық шабыты артып, жаңа жобалар бастауға мүмкіндік ашылады. Қаржылық тұрғыдан да қуанышты жаңалық болады. Шаян. Шаяндар үшін 26 тамыз ерекше күндердің бірі. Жұлдыздар сізге сабырлық пен сенімді қадам жасауды ұсынады. Ішкі түйсігіңіз бүгін ерекше мықты болады, сондықтан жүрегіңіз не айтса, соны тыңдаған жөн. Жұмыс пен табыс. 26-27 тамызда жұмыстағы жоспарларыңыз нақты нәтижеге жақындайды. Әсіресе 28 тамызда жаңа ұсыныс түсуі мүмкін, ұзақ мерзімді табысқа апарады. 29 тамызда шығынға абай болыңыз, артық нәрсеге ақша жұмсамаған дұрыс. 30-31 тамыз күндері қасыңызда жүрген адамдар сізге табысқа жетуге көмектеседі. Денсаулық. 26 тамыз күні ас қорыту жүйесіне көңіл бөліңіз. Дұрыс тамақтаныңыз. 27-28 тамызда спортпен шұғылдану пайдалы болады. 30 тамызда демалуға уақыт бөліңіз, жүйкеңізді тыныштандыру үшін табиғатқа шыққан абзал. Махаббат. Шаяндар үшін 27 тамыз махаббатты білдіруге тамаша күн. Жақын адамыңызға сыйлық жаса, көңілін көтерсеңіз, араларыңыздағы жылулық арта түседі. 29 тамызда түсініспеушіліктер орын алуы мүмкін, бірақ ол ұзаққа созылмайды. Жалғыз жүрген шаяндар 30 тамыз күні жаңа адаммен танысып, жүректерінде ұшқын сезінуі ықтимал.
Үйленуге қолайлы тиімді күндер. 26 тамыз үйленуге бейтарап, нақты шешім қабылдамаңыз. 27 тамыз үйленуге қолайлы күн, махаббат адалдығы артады. 28 тамыз аса сәтті емес, күмән көп болуы мүмкін. 30 тамыз ерекше қуаныш пен береке сыйлайтын неке күні. 31 тамыз отбасы құруға қолайлы, тату тәтті өмірге бастау болады. Қиыншылықтар. 29 тамызда қарым-қатынаста ұсақ реніш болуы ықтимал. Жұмыста да біреудің қызғанышына тап болуыңыз мүмкін. Мүмкіндіктер. 28-30 тамыз аралығында жаңа бастама көтеріп, табысқа жету мүмкіндігі мол. Әсіресе шығармашылықпен айналысатын шаяндар үшін бұл күндер ерекше табысты болмақ. Арыстан. Арыстандар үшін 26 тамыз өздерін көрсетуге, күш-қайратын дәлелдеуге арналған күн. Сізге сенім, батылдық және бастамашылдық тән болады. Жұмыс пен табыс. 26-27 тамыз күндері жұмыстағы жаңа идеяларыңызды басшылар қолдайды. 28 тамызда күтпеген қаржылық мүмкіндік келуі мүмкін. Қосымша табысқа жол ашады. 29 тамызда әріптестер арасында пікірталас болуы ықтимал, бірақ сіздің сөзіңіз өтімді болады. 30-31 тамыз күндері еңбегіңіз бағаланып, сыйақы немесе жақсы хабар алуыңыз мүмкін. Денсаулық. 26 тамыз күш-қуатыңыз мол, алайда ұйқыны дұрыс реттеңіз. 27-28 тамызда жүрек пен қан қысымына назар аударыңыз. 30 тамызда белсенді демалыс пен таза ауада серуен сізге пайдалы болады. Махаббат. 27 тамызда сүйіктіңізге көңіл бөлу қарым-қатынасты нығайтады. 28 тамызда бірлескен саяхат жоспарлауға қолайлы күн. 29 тамызда түсініспеушілік орын алуы мүмкін, бірақ оны жылы әңгімемен шешуге болады. Жалғыз жүрген арыстандар үшін 31 тамыз жаңа таныстыққа, ерекше сезімге жол ашатын күн. Үйленуге қолайлы тиімді күндер. 26 тамыз үйленуге аса қолайлы емес, асығыстық жасамаңыз. 27 тамыз үйленуге жақсы күн, неке тұрақты болады. 29 тамыз үйленуге тиімді емес, жанжал шығуы мүмкін. Отыз тамыз махаббат пен татулыққа толы, үйлену үшін өте сәтті. 31 тамыз отбасы құруға, жаңа өмір бастауға қолайлы. Қиыншылықтар. 29 тамызда жұмыс пен махаббатта бір мезетте қысым болуы ықтимал. Салқынқанды болыңыз. Мүмкіндіктер. 28-31 тамыз аралығында табыс табу, жаңа серіктестік құру мүмкіндігі зор. Әсіресе шығармашылықпен айналысатын арыстандар үшін жаңа жобалар есігін ашады. Бикеш. Бикештер үшін 26 тамыз тәртіп пен жоспарға ерекше мән беретін күн. Ішкі түйсігіңіз күшейіп, дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Жұмыс пен табыс. 26 тамыздан бастап 29 тамызға дейін жұмыстағы ұқыптылығыңыздың арқасында басқаларға үлгі боласыз. 27-28 тамыз күндері құжаттар мен келісімшарттарға аса мән беріңіз, ұсақ қателік үлкен шығынға апаруы мүмкін. 30 тамызда күтпеген табыс немесе сыйақы алу ықтимал. 31 тамызда қаржылық тұрғыдан сәтті келісім жасауға мүмкіндік бар. Денсаулық. 26 тамызда асқазан мен ішекке ауыр тағам түсірмеңіз. 28 тамызда денені жеңілдететін жаттығу пайдалы. 30 тамыз массаж бен тыныш демалысқа қолайлы күн. Махаббат. 26 тамыз сүйіктіңізге жылы сөз айтуға жақсы күн. 27 тамызда ұсақ түйек үшін ренжісу мүмкін, абай болыңыз. 29 тамыздан бастап қатынасыңызға жаңа леп қосылады. Жалғыз жүрген бикештер үшін 30-31 тамыз күндері тағдырлы кездесу күтіп тұр. Үйленуге қолайлы тиімді күндер. 26 тамыз үйленуге қолайлы емес, өйткені сезімдер тұрақсыз. 27 тамыз той жасауға аса тиімді емес, түсініспеушілік орын алуы мүмкін. 28 тамыз тұрақтылыққа бейім, бірақ асығыстық жасамаған жөн.
30 тамыз үйленуге тамаша күн, ұзақ әрі бақытты неке күтіп тұр. 31 тамыз махаббат пен сыйластыққа толы, үйлену үшін сәтті күн. Қиыншылықтар. 27 тамыз әріптестермен немесе жақындармен ұсақ түйекке байланысты ренжісіп қалу қаупі бар. Мүмкіндіктер. 30-31 тамыз күндері жаңа табыс көзі ашылып, сізге қосымша жұмыс ұсынылуы ықтимал. Сонымен қатар жаңа таныстықтар сіздің жеке өміріңізге де, карьераңызға да әсер етуі мүмкін. Таразы. Таразылар үшін 26 тамыз тепе-теңдікпен үйлесіміз дейтін ерекше күн. Сіздің энергияңыз адамдарды баурап, кез келген ортада басты назарға шығарады. Жұмыс пен табыс. 26 тамызда сізге жаңа идеялар мен шабыт келеді. 27 тамыз күні іскерлік кездесулерді жоспарлауға қолайлы. 28-29 тамызда жұмыста шағын кедергілер болуы мүмкін. Бірақ сіздің дипломатияңыз шешуге көмектеседі. 30 тамыздан бастап табысыңыз артып, жаңа қаржылық ұсыныстар түсуі ықтимал. 31 тамыз серіктестік орнатуға ең сәтті күндердің бірі. Денсаулық. 26 тамызда өзіңізді артық жүктемеңіз. 27-28 тамызда бел мен арқаға көңіл бөліңіз, физикалық жаттығулар жеңіл болуы тиіс. 30 тамыз күні йога немесе тыныс алу жаттығулары пайдалы. Махаббат. 26 тамыз романтикалық кездесу үшін тамаша күн. Жұптағы таразылар 28 тамызда аздап түсініспеушілікке ұшырауы мүмкін, бірақ оны жылы әңгімемен шешуге болады. Жалы жүргендер үшін 29-30 тамыз күндері жаңа таныстық орнауы ықтимал, ал 31 тамызда тағдырлы махаббатпен жолығу мүмкіндігі жоғары. Үйленуге қолайлы тиімді күндер. 26 тамыз үйлену үшін бейтарап күн, үлкен тұрақтылық жоқ. 27 тамыз үйлену тойы үшін сәтсіз, ұсақ кикілжіңдер тууы ықтимал. 29 тамыз махаббат пен сенімді күшейтетін күн, неке үшін қолайлы. 30 тамыз ең тамаша күн, ұзақ және бақытты неке әкеледі. 31 тамызда қуатты, бірақ эмоцияға берілмеу керек. Қиыншылықтар. 28 тамыз күні пікір қайшылығы орын алуы мүмкін. Салқынқандылық сақтасаңыз, қиындықты оңай шешесіз. Мүмкіндіктер. 30-31 тамыз күндері жаңа табыс көздері ашылады, серіктестік қарым-қатынастар нығаяды. Бұл кезеңде сіздің харизмаңыз өте жоғары, сондықтан кез келген адам сіздің сөзіңізге сенеді. Саршаян. Саршаяндар үшін 26 тамыз эмоцияға толы, бірақ нәтижелі күн. Сіздің ішкі түйсігіңіз ерекше жұмыс істейді, сондықтан шешім қабылдауда жүрегіңізді тыңдаңыз. Жұмыс пен табыс. 26 тамызда күтпеген ұсыныс немесе жаңа табыс көзі пайда болуы мүмкін. 27 тамызда әріптестермен қарым-қатынасқа мұқият болыңыз, қызғаныш сезімі араласуы ықтимал. 28-29 тамыз күндері шығармашылықпен айналысатын болсаңыз, үлкен жетістікке жетесіз. 30 тамызда қаржыға байланысты жақсы жаңалық күтіңіз. 31 тамыз бұрынғы еңбегіңіздің жемісін көру күні. Денсаулық. 26 тамызда иммунитетіңізді күшейтіңіз, С витамині мол тағамдар жеңіз. 27-28 тамызда ұйқы режимін сақтаған жөн. 29-30 тамыз аралығында спортпен шектен тыс айналыспаған дұрыс. 31 тамыз сергітетін массаж немесе тыныш демалыс пайдалы. Махаббат. 26 тамыз жүрекке от беретін күн. Жұптағы саршаяндар үшін 28 тамызда қызғаныштан дау тууы мүмкін. Бірақ оны жылы сөзбен шешуге болады. 29 тамыз күні жаңа таныстық бастау үшін қолайлы. 30 тамыз қарым-қатынасты нығайтатын күн, тіпті маңызды қадам жасауға болады. 31 тамызда тағдырлы кездесуге мүмкіндік жоғары. Үйленуге қолайлы тиімді күндер. 26 тамыз неке үшін бейтарап, эмоциясы көп күн. 27 тамыз үйленуге тиімді емес, ұсақ түсініспеушіліктер тууы мүмкін. 29 тамыз махаббат пен сенімді арттыратын жақсы күн. 30 тамыз үйлену үшін ең сәтті күн, берік одақ күтіп тұр. 31 тамыз романтикаға толы, бірақ шешім асығыс болмауы керек. Қиыншылықтар.
27 тамызда қызғаныш пен кикілжің орын алуы мүмкін. Ал 28 тамызда жоспарлар кешігіп, сізді шыдамдылыққа сынайды. Мүмкіндіктер. 29-30 тамыз күндері табыс көзі ашылады, әсіресе инвестиция, жеке бизнес немесе шығармашылықтан пайда түседі. Мерген. Мергендер үшін бұл апта жаңа мүмкіндіктер мен ішкі сенімді күшейтетін кезең болмақ. Әсіресе 25 тамыздан бастап алдыңызда жаңа жолдар ашылып, өз арманыңызға қадам жасауға мүмкіндік аласыз. Жұмыс пен табыс. 25-26 тамыз күндері жаңа идеялар туып, оларды жүзеге асыруға құлшыныс пайда болады. 27 тамызда күтпеген қаржылай қолдау алуыңыз мүмкін. 28 тамыз шығармашылық немесе оқумен байланысты жетістіктерге толы. 29 тамызда жұмыс орнында басшылықпен маңызды әңгіме күтіп тұр, сіздің пікіріңіз құнды болады. 30-31 тамыз күндері ақшалай табыстың артуына немесе қосымша табыс көзін табуға мүмкіндік бар. Денсаулық. 25-26 тамызда ас қорытуға көңіл бөліңіз, тамақты жеңілдеткен дұрыс. 27-28 тамыз күндері дене шынықтырумен айналысу пайдалы. 29 тамызда артық жүктемеден аулақ болыңыз. 30-31 тамызда табиғат аясында демалу немесе суда жүзу жақсы әсер береді. Махаббат. 25 тамыз сүйіктіңізге жылы сөз айтуға қолайлы күн. 26 тамызда кішігірім реніш тууы мүмкін, бірақ ол ұзаққа бармайды. 27-28 тамыз күндері жаңа таныстықтар болуы мүмкін, әсіресе жалғыз мергендер үшін. 29 тамыз қарым-қатынасты бір сатыға көтеру үшін жақсы мүмкіндік. 30 тамызда романтика күшейеді, 31 тамызда болашаққа жоспар құруға болады. Үйленуге қолайлы тиімді күндер. 25 тамыз некеге бейтарап күн. 26 тамыз үйленуге ұсынылмайды, ұсақ кикілжіңдер туындауы мүмкін. 27 тамыз танысу мен неке туралы ойлануға жақсы күн. 29 тамыз үйленуге өте сәтті, одақ берік әрі ұзақ болады. 30 тамыз махаббат пен сенім күшейетін күн. 31 тамыз тағдырлы шешім қабылдауға болады, бірақ асықпай ойланыңыз. Қиыншылықтар. 26 тамызда ұсақ түйек дау мен түсінбеушіліктер орын алуы мүмкін. 29 тамызда асығыстық жасамаған жөн, әйтпесе жоспарлар бұзылуы ықтимал. Мүмкіндіктер. 27-30 тамыз аралығы сіз үшін табыс пен жетістікке толы. Әсіресе жаңа жобаларды бастауға, жеке бизнесті дамытуға, немесе шығармашылықты арттыруға таптырмас кезең. Тәуешкі. Бұл апта тәуешкілер үшін маңызды шешімдер мен тұрақтылық кезеңі. Жұлдыздар сізге өз өміріңізді реттеп, нақты жоспар құруға кеңес береді. Жұмыс пен табыс. 25 тамыз жұмыс орнында беделіңіз артады, басшылық сіздің еңбегіңізді мойындауы мүмкін. 26 тамыз қаржы мәселесінде абай болыңыз, артық шығынға жол бермеңіз. 27 тамыз іскерлік кездесу сәтті өтеді, жаңа серіктестік байланыс орнатуға қолайлы. 28 тамыз қосымша табыс көзі пайда болуы ықтимал. 29 тамыз жұмыста күтпеген өзгерістер болуы мүмкін, дайын жүріңіз. 30-31 тамыз басталған істеріңіз табысты аяқталады, өзіңізді сенімді сезінесіз. Денсаулық. 25-26 тамыз бел, сүйек, буынға қатысты мәселелерге мән беріңіз. 27 тамыз дәрумендер қабылдау пайдалы. 28 тамыз физикалық белсенділік артады, спортқа уақыт бөлуге қолайлы. 29 тамыз ұйқы режимін қадағалаңыз. 30-31 тамыз демалып күш-қуатты қалпына келтіруге жақсы уақыт. Махаббат. 25 тамыз сүйіктіңізбен түсіністік орнайды. 26 тамыз ұсақ кикілжіңдер орын алуы мүмкін, сабыр сақтаңыз. 27 тамыз жалғыз жүргендер үшін жаңа таныстық ықтимал. 28 тамыз қарым-қатынаста романтика күшейеді. 29 тамыз сүйіктіңізбен ашық сөйлесіп келешек жоспар құруға қолайлы күн. 30 тамыз үйлену жайлы ой қозғауға тамаша мүмкіндік.
31 тамыз махаббат сезімі артып, ерекше қуанышқа бөленесіз. Үйленуге қолайлы тиімді күндер. 25 тамыз үйленуге бейтарап. 26 тамыз үйлену үшін қолайсыз, кикілжің тууы мүмкін. 27 тамыз танысуға, неке туралы ойлануға жақсы. 29 тамыз үйленуге өте сәтті, тұрақты одақ құрылады. 30 тамыз сүйіспеншілік пен сенімнің күшейетін күні. 31 тамыз тағдырлы шешім қабылдауға қолайлы. Қиыншылықтар. 26 тамызда шығындар мен ұсақ жанжалдар туындауы мүмкін. 29 тамызда күтпеген өзгерістер сізді біраз қобалжытуы мүмкін. Бірақ сабырлы болсаңыз бәрін еңсересіз. Мүмкіндіктер. 27-30 тамыз аралығы сіздің ең табысты кезеңіңіз. Жаңа жобалар, іскерлік байланыстар және махаббатта ілгерілеу күтіп тұр. Су құйғыш. Бұл апта су құйғыштар үшін жаңалықтарға, күтпеген оқиғаларға және жаңа жоспарларға толы болады. Ішкі еркіндігіңізді сезініп, өз орныңызды табуға тырысасыз. Жұмыс пен табыс. 25 тамыз жұмыс орнында шығармашылық ойларыңыз бағаланады. 26 тамыз қаржыға байланысты күтпеген шығын болуы мүмкін, абай болыңыз. 27 тамыз жаңа серіктестік ұсыныс келеді, келешекке пайдалы болуы ықтимал. 28 тамыз қосымша табыс табуға мүмкіндік ашылады. 29 тамыз жұмыста жаңа бағыт ашасыз, идеяларыңыз қолдау табады. 30-31 тамыз бұрынғы еңбектеріңіздің жемісін көру уақыты келеді. Денсаулық. 25 тамыз жүрек пен қан қысымына мән беріңіз. 26 тамыз жүйке жүйеңізді тыныштандыруға тырысыңыз. 27 тамыз таза ауада серуендеу пайдалы. 28 тамыз дене шынықтыруға уақыт бөлуге қолайлы күн. 29 тамыз ас қорытуға байланысты жайсыздық болуы мүмкін, дұрыс тамақтануға көңіл бөліңіз. 30-31 тамыз денсаулығыңыз жақсарып, күш-қуатыңыз артады. Махаббат. 25 тамыз романтикалық көңіл-күй орнайды. 26 тамыз кикілжіңге бейім күн, артық сөз айтпағаныңыз жөн. 27 тамыз жалғыз жүргендерге тағдырлы таныстық әкелуі мүмкін. 28 тамыз сүйіктіңізбен бірге уақыт өткізуге тамаша мүмкіндік. 29 тамыз қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтеретін әңгіме күтіледі. 30 тамыз үйлену туралы ой қозғау үшін сәтті күн. 31 тамыз махаббатта ерекше қуанышқа бөленесіз. Үйленуге қолайлы тиімді күндер. 25 тамыз бейтарап күн. 26 тамыз үйленуге қолайсыз, түсінбеушіліктер орын алуы мүмкін. 27 тамыз тағдырлы таныстық немесе ұсыныс жасауға қолайлы. 29 тамыз үйленуге ең сәтті күндердің бірі. 30 тамыз махаббат сезімі артып, тұрақты одақ құрылады. 31 тамыз неке қиюға қолайлы, ұзаққа созылатын байланыс әкеледі. Қиыншылықтар. 26 тамызда ұсақ-түйек жанжалдар мен қаржы шығындары болуы мүмкін. 29 тамызда жаңа жоспарлар сізді біраз мазалауы ықтимал, бірақ бәрі өз орнымен шешіледі. Мүмкіндіктер. 27, 29 және 31 тамыз сіз үшін ең табысты әрі қуанышты күндер. Жаңа таныстықтар махаббатта да, жұмыста да үлкен серпіліс әкелуі мүмкін. Балықтар. Балықтар үшін 26 тамыз ерекше бір күн болмақ. Бұл күні сіздің ішкі түйсігіңіз барынша күшейеді, айналаңыздағы адамдардың ниетін, ой-пікірін, жасырын эмоциясын дәл сезінесіз. Әдетте сіз көп нәрсені жүрекпен қабылдайсыз, бірақ бүгін сол сезімталдық сізге артықшылық береді. Жұмыс және табыс. Жұмыста бұл күн жаңа идеяларды ұсынуға, бұрыннан ойда жүрген бастамаларды қолға алуға өте қолайлы. Әріптестеріңіз сіздің тың ұсыныстарыңызды қолдауы мүмкін. Егер жеке кәсіппен айналысатын болсаңыз, бүгінгі күні жақсы табыс түседі. Алайда шамадан тыс шығынға барудан сақтаныңыз, әсіресе түстен кейін пайда болатын жоспарланбаған сатып алулар сіздің қаржыңызды азайтуы ықтимал. Маңызды кеңес, бүгінгі күні құжаттарға қол қоюда, келісім-шарт жасауда мұқият болыңыз. Махаббат және қарым-қатынас. Махаббат майданында 26 тамыз сізге ерекше сезім сыйлайтын күн.
Жеке өмірінде жалғыз жүрген балықтар үшін бұл күн жаңа таныстық әкелуі мүмкін. Әсіресе кешкі уақытта жолығатын адам жүрегіңізді бірден баурап алуы ықтимал. Ал отбасылы немесе сүйіктісі бар балықтар үшін бүгінгі күн нәзік сәттерге, бір-біріңізді түсінуге, кешірімге толы болмақ. Үйленуге қолайлы тиім күн. 26 тамыз күні үйленуге қолайсыз. Бұл күнде басталған неке аздап түсініспеушілікке толы болуы мүмкін. Бірақ бүгінгі таныстықтар болашақта үлкен сезімге алып келеді. Сондықтан үйлену емес, танысуға, алғашқы қадамдарға жақсы күн. Денсаулық. Денсаулық тұрғысынан 26 тамыз күні жүйке жүйесіне көңіл бөлу қажет. Артық ойға берілмеу, ұйқыны дұрыс қадағалау маңызды. Түстен кейін жеңіл бас ауруы немесе әлсіздік сезілуі мүмкін. Жақсы тамақтаныңыз, көп су ішіңіз. Қиындықтар мен сынақтар. Бұл күні сіздің көңіліңізді қалдыруға тырысатын адамдар болуы мүмкін. Әсіресе жұмыста немесе жақын ортада біреудің айтқан сөзі жүрегіңізге тиіп кетуі ықтимал. Бірақ сіздің төзімділігіңіз және сабырлылығыңыз кез келген қиындықты жеңуге көмектеседі. Қорытынды. 26 тамыз балықтарға өз сезіміне сенетін, бірақ асығыс шешім қабылдамайтын күн. Махаббатта нәзік сәттер күтіп тұр, жұмыста табыс бар, тек денсаулық пен шығынға абай болу керек. Бұл күн үйлену үшін қолайлы емес, бірақ жаңа таныстыққа, қарым-қатынастың басталуына өте ыңғайлы. 26 тамыздың жалпы қорытындысы. Бұл күн әр зодиак белгісі үшін ерекше сынақтар мен жаңа мүмкіндіктерді алып келеді. Жұлдыздардың орналасуы эмоцияны бақылауда ұстауды, шешім қабылдарда асықпауға шақырады. Жұмыста әркім өз еңбегінің жемісін көреді, бірақ жалқаулық танытқандарға қиындық тууы мүмкін. Қаржыда табыс келетін күн, бірақ шығынды да ақылмен жұмсау қажет. Инвестицияға аса қолайлы емес. Махаббатта қарым-қатынасты талқылауға, серігіңізбен болашақты жоспарлауға ыңғайлы. Бірақ дәл осы күні үйлену, той жасау тиімсіз. Жұлдыздар мұндай қадамның тұрақсыздық әкелетінін ескертеді. Денсаулықта шаршағыштық байқалады, сондықтан артық жұмыс істемеу, дұрыс тамақтану және демалыс маңызды. Қиындықтар кейбір белгілер үшін бұл күн сынаққа толы, бірақ дұрыс шешім қабылдағандарға жаңа жол ашылады. Жалпы алғанда 26 тамыз табысқа жету үшін сабыр мен тәртіп қажет күн. Үйленуге қолайлы емес, бірақ махаббат пен жоспар құруға тиімді.